Кияметке дейін ібліс ант еткен, серт берген Алла Тағалаға. Бөлісе аласыздар ма бір оқиғамен, қандай бір қызық оқиға есте қалды? Енді жалпы шайтан ібліс айтады ғой. Ла ақуданна лахум сиратакал мустақим дейді. Яғни қияметке дейін ібліс ант еткен, серт берген Алла Тағалаға, мен сенің тура жолыңда отырып алам, оларды адастыру мақсатында, оларды жолдан тайдыру үшін деп серт еткен. Сондықтан ең бірінші ол меніңше Қарекеңде де солай, ең бірінші қариларға мынау Құранды жаттау жолындағы кедергі болатын нәрсе, немесе кедергі болатын жаратылыс, мақлұқ ол ібліс. Ібліс мынау Құранды жаттап бастаған кезде саған түрлі азғыруларды алып келеді басына. Ібліс әбден сені азғырады, әбден сені алдауға, арбауға тырысады. Сен ол сынақтан шыдап сол кезеңді өткізесің, арғата іблістің азғыруы азаяды. Сен бір қалыпқа түсесің. Құранға деген жүрегің одан сайын ашылады, жаттауың одан сайын тездейді. Сосын ана режимге көнесің, үйренесің. Сосын соны тұрақты түрде жалғастыратын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайы Айша анамыз айтады ғой, хайрул аъмали адуамуха ва ин қал деп. Яғни ең амалдардың қайырлысы тұрақты болған дейді. Аз болса да тұрақты болған дейді. Сондықтан сондай тұрақтылыққа қари үйренеді. Сол тұрақтылыққа үйренгеннен кейін сол тұрақтылық нәтижеге алып келеді.